Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде нөмір 4-ші дәріс, тақырыбы жаппай қырып жою қарулары. Жаппай қырып жою қаруларына өзі дүние жүзінде 3 қару жатады. Оған біріншіден ол ядролық қару, екіншісі бізде химиялық қару, үшіншісі биологиялық қару. Жалпы кішкене әрқайсысы қару бойынша тоқталып өтейік. Енді бірінші бізде ядролық қару. Осы жаппай қырып жою қаруларының ішіндегі ең қуаттысы, ең қорқыныштысы осы ядролық қару болып саналады. Енді ядролық қару деп зақымдағыш әсері ядролық бөліну немесе синтез реакциялары кезінде бөлінетін энергияға негізделген қаруды айтады. Бұл жаппай қырып жоятын қарулардың ең қуатты түрі болып табылады. Ядролық қару адамдарды жаппай құруға, әкімшілік және өнеркәсіп орталықтарын, әртүрлі аймақтарды, ғимараттарды, техниканы талқандауға, қиратуға немесе жоюға арналған қару. Келесі слайд. Ядролық жарылыстың әсері ондағы оқ дәрінің қуатына, жарылыстың түріне, ядролық зарядтың түріне байланысты. Ядролық оқтарының қуаты тротилдік эквивалентпен сипатталады. Яғни тринитротолдың тротил массасы мен оның жарылыстың энергиясы берілген ядролық оқ дәрінің жарылысының энергиясына эквивалентті және тонна, мың және миллион тонна болып өлшенеді. Қуаты бойынша оқ дәрілер өте кіші, 1000 тоннадан аз, кіші 1-ден 10.000 тоннаға, орташа оннан 100.000 тоннаға дейін, үлкен 100.000 мен 1 миллион тоннаға дейін және өте үлкен 1 миллион тоннадан астам болып бөлінеді. Ядролық жарылыс жер су бетінде, жер су астында немесе әуеде әртүрлі биікте жүргізілуі мүмкін. Осыған байланысты жарылыстарды келесі түрге бөліп ажыратады. Жер бетіндегі, жер астындағы, су түбіндегі, әуедегі және биіктегі жарылыстар болып бөлінеді. Келесі, жалпылай енді несімен ол өте қуатты және өте қорқынышты қару саналатынын қазір айтып беремін. Жалпы ядролық жарылыста өзінің зақымдаушы факторлары бар. Кез келген қаруында да бар ол зақымдаушы фактор. Енді бізде ядролық қарудың бірінші зақымдаушы факторына бізде соққы толқыны жасап. Мына оқ дәрі немесе жай сыпайы түрде айтқан бомба жерге түскен кезде ол жерде не болады? Жарылыс не істейді? Қысым, аса үлкен, аса көп қысым не істейді? Сыртқа кеңістікке не істейді? Таралады. Ол кәдімгідей дыбыс жылдамдығынан да жоғары жылдамдықпен таралатын соққы толқыны. Ең басты кез келген бомбаның, кез келген оқ дәрінің басты қолдану мақсаты осы колоссальный, ең үлкен деп айтамыз ғой, ең үлкен соққы толқыны алу болады. Өйткені соққы толқыны өз жолында бүкіл адамзаттың соққан ғимараттары, құрылыстарын бәрін талқандауға негізделген. Ол соққы толқыны. Ол бірінші фактор. Келесі фактор бізде, зақымдаушы факторға бізде жататын ол жарықтық сәулелену. Жарықтық сәулелену. Ол не болады? Мына кәдімгідей бомба түскен кездегі жарқ ететін жарық. Бірақ ол оның қуаттылығы соншама үлкен, болғандықтан ол өз жолында соққы болған жерге, бомба түскен жерге жақын аймақта орналасқан жерлерге не істейді? Жарықтығы соншама үлкен болғандықтан температурасы да өте үлкен болып, өз жолында бүкіл заттарды өртеп жібереді. Ол жаңағы адам денесі күйікке ұшырайды, жаңағы ғимараттар, тас ғимараттар, темір ғимараттар бәрі балқып кетеді, барлығы бүлінеді. Бұл бізде қандай не? Жарықтық сәулелену, ол кәдімгідей жарық пайда болады. Біз кішкентай сіріңкені, бір тал жаңағы сіріңкені оталдырған кезде жарықтық пайда бола ма? Ол сол жарықтық. Ол әшейін титтей ғана біздің көзімізге ол әсер де етпейді. Анау ядролық жарылыс кезінде ол
одан миллиондаған есе көп. Сондай энергиясы да, оның жарықтық сәулеленуі де миллиондаған есе көп болады. Одан кейінгі бізде үшінші зақымдаушы факторға жататын ол қандай фактор? Ол өтпелі радиация деген сөз. Өтпелі радиация деген ол кәдімгідей мынау ядролық бомбаларды жасаған кезде ода қолданылатын заттар радиоактивті элементтерді қолданады. Бұл жерде бізде байытылған плутоний немесе жағы уран секілді радиоактивті элементтер. Ол жерде жерде бізде жарылды. Одан кейін не істеу? Осы радиоактивті элементтердің барлығы сәулелену болады өзінен. Енді сәулеленулер бізде альфа, бета және гамма болып үшке бөлінеді. Енді ең жағы қауіптісі адам баласына, жалпы тірі ағзаға ең қауіптісі бізде гамма сәулеленулер болады. Жаңа айтқаным кәдімгідей сынап уран, одан кейін жаңа плутонийлар, байытылған плутонийлар, тағы да кейбір изотоптар қолданылады. Мынау жерде бізде жаңа үшінші фактор ол өтпелі радиация. Сосын төртінші зақымдауыш факторға жататын ол не бізде? Төртінші зақымдауыш фактор ол бір аймақтың радиоактивті залалдануы. Аймақтың радиоактивті залалдануы. Ол қалай болады? Мұны жарылысты бомбаны тастады, жарылыс орын алды, жағы жарықтық сәулелену болды, соққы толқыны өтіп кетті, өтпелі радиация болып отыр. Анау жағы радиоактивті заттар жайлап, ол ауыр ғой ауадан. Уақыт өткелі не істейді? Жерге түседі. О жерде су бар, сумен араласады, жаңбыр жауады, бу, қар жауады, оның барлығы төбеге көтеріледі, жел тұрады. Сонда үлкен аймақты желмен, қыста жауған қармен біз не істейді? Радиоактивті бір аймақтың радиоактивті зақымдалуы. Сол жаңағы жарылыс болған жерде. Мысалы біздің алатын болсақ, Қазақстан Республикамыздың жаңа Семей ядролық полигоны, Семей қаласында, сонда қаншама бізде не істеді? Қаншама сынақтар. Жаңа Совет одағы кезінде жаңа бүкіл Совет одағы Қазақстанда осы ядролық Семей ядролық полигонда бүкіл сынақтарын, бүкіл жарылыстарын сол жақта не істеген, орындаған. Одан кейін оның зардабын қазірге дейін біздің сол кездегі біздің еліміз, біздің халқымыз шегіп жүр. Ол жерде радиацияның себебінен не болды? Кәдімде адамның уже не дейді? Мутагенез дейді ғой. Жаңағы геннің коды бүлінеді ол жерде. Әртүрлі аурумен, жаңағы ісіктермен туыла бастайды балаша. Сондықтан ол Семейде бізде Қазақстанда сондай құжаттар қабылданған, олардың сол жақтың тұрғындарына жаңағы денсаулығын жөндеу үшін, ем алу үшін қосымша жалақыларына ақша төленеді, кәдімгідей тұрғындарға кәдімгідей пособиялар төленеді. Ол экологияға байланысты. Ол өте жаман нәрсе, ондай нәрседен Құдай сақтасын. Сосын жаңағы енді бесінші зақымдаушы фактор ретінде бізде ол ядролық жарылыстың не жатады? Электромагниттік импульс жатады. Электромагниттік импульс бұл айтарлықтай адам баласына ешқандай әсерін тигізбейді. Дегенмен заманауи электрондық құралдар, қондырғылар солар істен шығып кетеді. Кәдімгі электромагниттік импульстің әсерінен кәдімгідей подстанциядағы бізге жаңағы светті реттеп беретін подстанциялар кәдімгідей электр көзі өшіп қалуы мүмкін. Кәдімгідей заманауи жаңағы танкілер, әскери техниканың бәрі істен шығады. Осының бәрі 5 ядролық қарудың 5 зақымдаушы фактор бар. Сондықтан ол өте қазіргі заманда адамның ең қауіпті қолында бар қаруының бір түріне жатады. Енді бұны білесіздер, көп өзіне өте мықты сенетін мемлекеттер ол ядролық потенциалын не істейді? Үлкейте береді. Өйткені олар жаңағы не дейді? Мировой арена дейді, оны әлемдік сахнада билеп тұру үшін өзінің жағдай условияларын, өзінің не дейді? Жағаларын, өзінің қалауларын білдіру үшін, біреуді бойсұндыру үшін не істейді? Олар ядролық потенциалды қолданады. Дегенмен адамзат тарихында ядролық қаруды
бірақ рет мақсатты түрде қолданылған, екі рет енді ақш Жапонияға қарама қарсы қолданған. Ол жаңағы өздеріңіз білетіндей Хиросима мен Нагасакида бір бомбаның, о жерде енді Little Boy етін кішкентай жаңағы бомбаны тастаған бірінші Хиросимаға. Little Boy бомба ол 1 мегатонналық бомба, кәдімгідей біздің Тараз қаламыз сияқты қала 300 мыңдық 400 мың халқы шамамен тұратын бір мезетте сол 300 мың адам жойылып кетті, бәрі қайтыс болды. Ана қала кәдімгідей жер бетімен жексен болған. Ол соның нәтижесі, бүкіл адамзат соны көріп отырса да, сондай жойқын күшке ие болып тұрса да, адамзат өзінің ядролық потенциалын не істеп жатыр, күшейтіп жатыр. Енді бұл дүние жүзінде ядролық потенциалы бар мемлекеттерге бірінші орында енді ақш-тың енді жинаған ядролық боеголовкалар енді көп несі, ол секретный информация деп айтады ғой. Бірақ бұқаралық ақпараттар қызметінде енді мынандай мәліметтер бар, бір 8 мыңға жуық оларда оқ-дәрілер бар екен. Ядролық қару оқ-дәрісі боеголовка деген сөз, значит 8 мыңға жуық бомбалары бар. Одан кейін оның екінші орында тұратын бізде әрине Ресей Федерациясынан кейін Ұлыбритания, Франция, Иран, Пәкістан сияқты мемлекеттер. Қазір енді солтүстік Кореяны өздеріңіз білесіздер, тоже жаңағы әлемдік аренаға шығып өзінше мынандай қару жасап жатыр, мынандай ядролық потенциалымыз бар деп айтады. Қытайда оған бет бұрды, қазір не істеп жатыр, өзінің әскери потенциалын не істеп жатыр, өсіріп жатыр. Бірақ қараңыздаршы, бізде Совет одағы таралған кезде, мынау Қазақстан Республикасына Совет одағынан үлкен мирас ретінде пәленбай мың оқ-дәрілер, бомбалар бізге как наследство ретінде қалған. Соны 91 жылы біз өзіміздің егеменімізді алған кезде, 92 жылы жаңағы біздің бірінші президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен ол не істелінді, өз еркімен Қазақстан өз еркімен ядролық қарудан бас тартты. Бұндай дүние жүзінде бұндай тәжірибе ешкімде жоқ. Ешқандай мемлекет ядролық потенциалы болып тұрып, ядролық оқ-дәрісі болып тұрып, бомбалары болып тұрып, өздігінен бас тартпаған. Ол үлкен бейбітшілік нышаны деп білемін мен оны. Ол мақтанатындай жағдай. Өйткені кез келген адам баласы болғаннан кейін, кез келген конфликті жағдайда, түсінбеушіліктердің барлығын дипломатты түрде, кәдімгідей оқыған адамдар, интеллигентті адамдар сияқты мынау столдың басында, үстелдің басында шешуге болады деп ойлаймын мен. Енді көріп жатсыздар өздеріңіз, мысалы қазір болып жатқан Украинадағы жағдай, Ресеймен елдің, дүние жүзінің барлығы қорқып отыр. Ойбай, ана Ресей жаңағы ядролық қаруын қолданып қояды ма екен деп. Бірақ ол Құдай сақтасын ондай ядролық қарудан. Ол тағы да қайталап өтем, ол адамзат тарихында бір-ақ рет өзі қолданылған бір мемлекетке, ол Хиросима, Нагасаки. Соның өзі жеткілікті болды адамзатқа. Оны сол жағдайға жеткізбеу керек. Сондықтан біз бұны жақындаушы факторларын, кім қандай екен, қалай әсер етеді екендерін барлық жерде осы лекцияда бар. Сіздерге қызық болатын болса, қосымша ретінде жаңағы силабуста әдебиеттер бар, интернетте ол туралы мәліметтер көп, YouTube арнасында ядерное оружие, история ядерного оружия деп жазсаңыздар, материалдар өте көп. Көрсеңіздер болады. Қосымша мәлімет ешқашан лишний болмайды. Бұның барлығы жаңағы бізде енді ядролық қару туралы болатын болса, келесі бізде жаппай қырып жою қаруына жататын, ол бізде химиялық қару. Енді химиялық қаруда принципі, қағидасы дәл сондай зымыранның басына, бірақ уже не
химиялық оқ дәрілерді қояды. Енді ол ядролық қару сияқты жойқын күшке ие емес. Негізінде химиялық қару өзі тарихта алғаш рет фашистік Германиямен 1941 жылы қолданған, өзі жағы Гитлердің секретный лабораториялары болатын. Сол жерде кәдімгідей эксперименттер жүргізіп, не істеу, әртүрлі химиялық адамның денесіне әртүрлі әсер беретін, адамның психикасын құртатын, денені зақымдайтын неше түрлі не қолданылған қарулар. Ол жаңағы химиялық элементтер. Бұл жерде енді химиялық қару туралы кәдімгідей кішкентай ішкі әскерлерді ол химиялық қаруларды қолданады. Мысал ретінде, егерде бір бүлік немесе бір көтерілісті бір адамдарды тарататын кезде кәдімгі бізде не істейді? Слезоточивый газ дейді, көзді аштыратын, оның барлығы химиялық қаруға жатады. Енді оның күші ядролық қарудай жойқын емес. Одан кейін бізде үшінші қару, ол ең бірінші адамзатпен қолданылған, ол биологиялық қару немесе бактериологиялық қару болады. Ол баяғыда оның да қағидасы дәл осындай болатын, дәл зымыранға немесе ракета апарып беретін құралдың үстіне, боеголовкасына мынандай ампуланың ішінде бір какой-то ауруды немесе ауруды қоздыратын вирус немесе бактерияны салып, ол бір жерге жарады, ол тарайды, адамдар бір-бірін жұқтырады. Дегенмен тарихта ол Шыңғыс ханның дәуірінде, одан да бұрын адамдардан кішкентай қалаларды, жабық қалаларды не істейді, измором дейді ғой, қинап алып, барамай олар жауып алады, есіктерін, төбелерінде әскерлер тұрады. Оны еш аламағанда олар не істейді, шіріген өліктерді катапультамен кәдімгі сол қаланың ішіне лақтырғанда әртүрлі ауруханаларға жұғады. Одан кейін бұл жерде қорқыныш пайда болады. Одан кейін ауырған адам қандай соғысқа жарайды, патриоттық сезімді кетіп қалады. Ауырған адам өзі ештеңені қаламайды, тек қана сол ауырған өзін тек қиналып жатқанда тек қана өзінің жанын ойлайды адам, ол патриоттық сезімді де ойламайды. Сондай қару болып есептелінеді биологиялық қару. Енді білесіздер, көп бізде пандемия кезінде, коронавирус кезінде айтып жатылған, қазіргі заманауи ол биологиялық қару деп коронавирусты айтты. Енді ол мәлімет растыққа жанаса ма, шындыққа жанаспай ма, оны енді біз білмейміз. Ол біреу аңыз ретінде айтты ма, немесе ол шындық па, оны тек қана бір Құдай біледі. Бірақ дегенмен айтып жатқан адамдар, ол биологиялық қарудың қазір заманауи түрі деп, жер шарында адамдар көбейіп кетті, соны қырып жою үшін істелінді деген сияқты әртүрлі мәліметтер болды. Енді сол бүгін айтатыным осы еді. Жаппай қырып жою қаруы тағы қайталанып кетейін. Бірінші ядролық қару, ішіндегі ең қауіптісі, одан кейін химиялық қару, одан кейін биологиялық қару. Так, мен осымен төртінші лекциямды, төртінші дәрісімді аяқтаймын. Келесі лекцияларда кездескенше сау саламатты болыңыздар, сау болыңыздар.